Бұл Бахашак онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Бүгінгі видео сабақта Қытай тілінде сенің атың кім? Әрі менің атым осылай деп жауап беретін боласыздар. Әрине өте пайдалы сөз, жаңа танысқан адамдармен міндетті түрде қолданылатын сөйлемдер. Ал кеттік. Бірінші иероглифті сіздер білесіздер. Оқылуы не? Қараңыздар, мен астына пининді жазған жоқпын. Алдындағы айтқандай, өткен сөздеріміздің пининін жазбайтын боламын. Неге? Егер мен пининді жазатын болсам, сіздер тек қана пининді қайта-қайта оқи беріп, көздеріңіз соған ғана түсе береді де, иероглифті сіздер естеріңізге сақтамайсыздар. Сол жағынан осылай оқыған дұрыс. Әрине мен өзім айтатын боламын, естеріңізге түсіремін. Түспей жатса, өткен сабақтарды қарап, естеріңізге түсіріп алсаңыз болады. Ал кеттік, бүгінгі бірінші жаңа сөз. Тяу. Төртіншіден құлайды. Тяу. Мағынасы аталу. Әрине бұл жерде мен жақшамен аталу деп қойдым. Неге? Өйткені қазақ тілінде біз сенің атың кім деген кезде аталу деген етістікті айтпаймыз ғой. Бірақ орыс тілінде айтылады. Как тебя зовут? Көрдіңіз бе? Зовут деп айтылады. Қытай тілінде де сол етістік қолданылады. Бірақ мен жақшаға қойдым аталу деп, жарай ма? Ал кеттік. Оқылуы тяу. Жұмсақ оқылу керек. Қараңыздар. ДЖ, Ж. Жұмсақ оқылу керек. И, А, У. Барлық әріптер естілу керек. Тяу. Тяу. Бұны жуан оқып қоймаңыз былай. Дж. Болашақта бізде мынандай әріптер болады. Z, H тұрады. Ол жоң деп оқылады. Жоң. Көрдіңіз бе? Жуан. Жоң. А мында Дж. Тяу. Тяу. Төртіншіден міндетті түрде құлау керек. Тяу. Енді алдындағы иероглифпен бірге оқиық. Ни тяу. Ни тяу. Сонда сен аталасың, сөзбе сөз аударатын болсақ. Ни тяу деп айту керек. Үшінші тон, төртінші тон. Ни тяу. Осылай. Енді келесі сөз оқылуы шэнмэ. Мағынасы не? Қандай деп қасына қосып қойсақ болушы еді, бірақ не деп қойсақ та жеткілікті, түсінікті болады. Мысалы, ағылшын тілінде what is деп басталады ғой. Не деген сөз бар? Қытай тілінде де не деген сөз бар? Әрине бұл жерде қандай деп те мағына беруі мүмкін. Сонда сен аталасың қандай? Атпен деп кетеді қазір. Қараңыздар. Ни тяу шэнмэ деп оқимыз. Енді қараңыз, оқылуы қалай? Шэнмэ. Бұл жерде қазақша әріптермен оқылу керек міндетті түрде. Элеватормен оқымаңыздар. Шэнмэ ол дұрыс емес. Кейбір кітаптарда келуі мүмкін, ол дұрыс емес. Шэнмэ. Екінші нөлінші тон. Шэнмэ. 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 Мағынасы не немесе қандай. Әрине сөздігімнің келесі баспасында, мүмкін аудармасында қандай деп те қосып қоямын. Айтпақшы, сөздігім неге сары деп тұрған шығарсыздар. Өйткені менің алдындағы логотипім осындай еді, ішінде сарысы бар, ал қазір осындай, өздеріңіз білетіндей. Сол үшін келесі басылымда осындай қателіктерді түзеп қайтадан шығаратын боламын. Қараңыздар. Шэнмэ. Не? Қайтадан оқимыз барлығын бірге. Ни тяу шэнмэ. Ни тяу шэнмэ. Енді соңғы иероглифті қасына қояйық. Екі иероглиф. Миңцзы. Мағынасы ат, есім дегенді білдіреді. Миңцзы. Қараңыздар. Бұл жерде қазақша ың бар. Әрі қараңыздар. Z, I бірге келген кезде пининнің ішінде. Бұл дзы болып оқылады. Дзы. Сонда қасына ешқандай дауысты дыбыс қоймайсыздар. Дзы немесе дзы деп айтылмайды. Бұл қысқа дзы. Дзы. Осылай қысыңқырап айтасыз. Дзы. Миңцзы. Миңцзы. Миң көтеріледі. Цзы. Миңцзы. Екінші тон, нөлінші тон. Алдыңғы сөзде де екінші тон, нөлінші тон, мұнда да екінші тон, нөлінші тон. Екеуінде көтеремізде қысқа тонмен тоқтатамыз. Шэнмэ миңцзы. Түсінікті ма? Енді барлығын бірге оқимыз. Ни тяу шэнмэ миңцзы. Мағынасы сенің атың кім? Сөзбе сөз аударатын болсақ, сен аталасың қандай атпен. Енді сөзбе-сөз әрине аудармаймыз ғой. Бірақ қытайша құрылымы осылай. Неге сен деп тұр, неге аталасың деп сұрауға болмайды. Неге? Өйткені ағылшын тілінде де what is your name аударатын болсақ, не сенің атың. Мысалы қазақ тілінде сенің атың кім? Солай ғана ғой. Сенің, кім деген артында тұр. Мысалы түрік тілінде сенің адың не дейді? Не деген сөз соңында тұр. Түсініксіз. Сол үшін сөйлемнің құрылымы жайлы бастарыңызды қатырмаңыздар. Қалай берілді, солай ғана жаттаңыздар. Солай тұрақты күйде солай ғана айтылады. Жарай ма? Кеттік. Ни тяу шэнмэ миңцзы. Тағы бір рет. Ни тяу шэнмэ миңцзы.
тағы бір рет қайталаған жақсы көремін. 你叫什么名字? Мағынасы сенің атың кім? Ал жауабы. Бұл жерде оңайырақ. Қараңыздар, бірінші иероглифті сіздер білесіздер. Во, мағынасы мен ғой. Қараңыздар, пинyin жазбадым. Тікелей иероглифті қараңыздар, жаттаңыздар. Келесі иероглиф, жаңа өткен иероглифіміз. Тяо. Во, тяо. Во, үшінші. Тяо, төртінші, құлау керек. Жұмсақ. Во, тяо. Во, тяо. Менің атым деп өз атыңызды қоясыздар. Мысалы, мен қалай айтамын? Во, тяо, Бақтияр деп айтамын. Сіз де өз атыңызды қойыңыздар. Тағы да қайталаймыз. Во, тяо. Во, тяо. Ал енді бірге барлығын оқимыз. 你叫什么名字? Бірдей қайталаңыздар, жарай ма? Мен кідірген кезде бірдей дауысыңызды шығарып, мұқият бірдей қайталаңыз. 你叫什么名字? 你叫什么名字? Осылай. 你叫什么名字? Жауабы. 我叫. 我叫. Деп өз атыңызды айтасыздар. Айтпақшы, қытайша үйренетіндердің кейбіреуі өздеріне қытайша аттар алып алады. Мысалы, өзінің атына аталуы бірдей аттарды қойып алады да сөйтіп айтады. Бірақ сіздер бастарыңызды қатырмай қойыңыздар. Уочяо деп латынша әріптермен өз атыңызды айтсаңыз да, сөйлескенде сөйлессеңіз де, немесе қытайларға жазатын болсаңыз, өз атыңызды латынша әріптермен жазсаңыз, жеткілікті бастарыңызды қатырмай қойыңыздар. Неге? Өйткені шетелдіктер өзіне ат таңдауда қиналады. Неге? Өйткені кейбір иероглифтер адамның атында қолданылады, кейбіреулері қолданылмайды. Сол үшін Қытай азаматтары сондай аттарды оңай таба алады. Егер таныс қытайларыңыз болса, олар көмектесуі мүмкін. Бірақ мен сіздерге айтып тұрмын ғой, бастарыңызды еш қатырмай қойыңыздар, бұл аса маңызды емес. Латынша әріптермен атыңызды жатсаңыз жеткілікті. Міне осылай өте пайдалы сөйлемдерді үйреніп алдық. Сенің атың кім? Менің атым осылай деп жауап бересіздер. Міндетті түрде практика жасауды ұмытпаңыздар. Бізге жазыңыздар, немесе төменде бір-бірлеріңізге жазыңыздар, жауап беріңіздер. Иероглифтерді қарап тексеріп береміз. Әрі бізге аудио хабарлама жіберіп, қытайша сөйлеуіңізді жіберіңіз. Қай жері дұрыс емес екенін барлығын айтып түзеп береміз. Осындай мүмкіндікті қолданып алыңыз, барлығы тегін. Бұл Бахашак онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте.